Қайырлы күн достар, алдарыңызда түрік баклавасы. Қош көрдім өз каналымда сіздерді. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Бізге баклаваның құрамына бізге керекті 1 кесе жылы сүт. Сүтімізді жылытып қойып, ыдысқа құямыз. 2 жұмыртқаның сарысын және 1 жұмыртқаның ақуызын ғана қолданамыз. Келесі затты қоспас бұрын бір араластырып алып, кезекпен үстіне өсімдік майын, кесе толтырмай өсімдік майын, одан кейін тұзымызды алып, жарты шай қасық тұз салып, міне сірке суын ашып, шай қасық сірке су құйып, бәрін жақсылап араластырып аламыз. Араластырып, електен өткен ұнымызды қажетінше қосып, араластырып отырып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп отырыңыздар қашан. Өте қызықты тәттілер пісіреміз. Міне қамырымыз жұмсақ болып үйленіп жатыр. Өстіп, домалақып тындырып, 20 минутқа жауып қоямыз. Баклаваның салмасына келдік. Оған 150 грамм ағаш жаңғағы және 150 грамм жер жаңғақ керек болады. Оны блендеріміздің ыдысына салып, блендермен майдалап аламыз. Міне салмамыздың жаңғақтар дайын болды. Жұмыртқаның ақуызын бұны қалдырып қойған. Бір ыдысқа салып, майдаланған жаңғақтарымызды ыдысқа салып, міне ақуызымызды құйып қойған. Осы жаңғағымыздың үстіне құйып араластырамыз. Әдемілеп араластырамыз. Міне салмамыз дайын. Баклаваның салмасы. Енді тынған нанымызды алып, жұмсақ әдемі қамыр пайда болды. Бұны 5 бөлікке бөліп, 5 бөлікке, тағы да 5 минутқа бетін жауып тындырып қоясыздар. Нан әбден тынғаннан жақсы жайылады. Міне баклаваның сиропына қажетті су, оны газға қойып, қайнағанша күтеміз. Суымыз қайнады. 1 стакан қантты алып, қайнаған суға өстіп саласыздар. Шекеріміз салдық. Суымыз қайнағанша күтеміз. Су қайнады. Енді лимонды 4-ке бөліп, 1 бөлігін сығып, суын шығарып, соғын сироп 7 минуттан соң өшіреміз. Қамырымыз дайын. Міне қыздар, крахмал аласыздар. Кукуруз крахмалын азыдан сеуіп отырып, 2 жағына нанды әдемілеп, оқтаумен бір тегіс етіп өстіп жаясыздар. Нанымыз жақсы тынған, өте жұмсақ, әрі жабыспай өстіп жайылады. Өте жұқа болып жайылу керек. Міне қолды астына салғанда осылай көрініп тұратындай етіп. Астындағы міне суреттер көрінеді. Жұқалық білініп тұр. Міне өстіп оқтауға жинасып аламыз.
оқтаудан түсіріп, қатпарын жазып алмай, өстіп, созып, столдың үстіне жазып, міне көрініп тұр қатпарлары. Өстіп, созып, аламыз. Қазір көрсетем. Міне обзорда көрініп тұр қысқаша. Міне осылай болады. Екі жайын жаямыз. Енді салманы саламыз. Салманы саламыз. Арасы 1,5-1 сантиметр етіп. Жаңғағымызды өстіп қасықпен салып, міне керемет шығып жатыр. 6-7 баклава шығады бір жаймадан. Міне бакламамыздың қамырын дайындау сәті. Салмасын салып, қазір көресіздер. Міне екі жағын бетіне жауып, екі жақ бетін жауып, бұл астында қалады қыздар. Бар қатпары беті оның қазір сіздерге көрсетіп өтем. Міне бетін жауайық. Бір жақ бетін жауып болып қалдық. Жетпеген жеріне өстіп, сәл қосып жібересіздер салмадан. Жаңа қосылған. Міне енді екінші жақ бетін жауалайық. Екінші жақ бетін жаптық. Қазір алдарыңызда тағы видеоларда түсінікті етіп көрсетемін. Міне өстіп қыздар қысып отырып, арасын осындай міне баклавалардың дайындаймыз. Міне пышақпен кескеннен кейін баклавамызды аударып, екі жақ жағын қысып ортасына. Міне қатпарлар көрініп тұр. Осылай пергамент қағазын алып, формамызға төсеп, міне пышақпен кесу процесі. Кесіп отырып, формамызға баклаваларымызды тіземіз. Міне өстіп тізіп, формамызға өстіп қоя бересіздер. Міне қатпарлары өте әдемі, жұмсақ. Міне баклаваларымыз осындай болды қыздар. Міне пешті дайындап 180 градусқа 40 минутқа салып аласыздар. Оға дейін сары майды ерітіп, бетіне өстіп жағып аламыз. Ал енді баклаваларымыз дайын. Баклаваларымыз формаға салынған. Енді пешімізге салып пісіріп алайық. Өте керемет шықты. Формамызды салдық, күтеміз. Бағанағы сиробымызды алып, пештен шыққан баклаваларымыздың үстіне сәл суытып құясыздар. Міне құйдық, өте керемет. Иісі аңқыған нағыз түріктің баклавасы дайын болды. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Ләззат Бейсенқызы мен боламын. Арнамдан осындай тәтті десерттер күнделікті дайындаймыз. Қош сау болыңыздар. Рахмет. Мен сіздерді YouTube арнасынан күтемін.